Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен пешті қажет етпейтін торт жасаймыз. Ол үшін бізге не бәрі? Мынандай крекерлер керек болады. Және де құрғақ кремді қолданамын. Мен астына қаймақ қосылған кремнің рецептін жазып кетемін. Онымен де жасасаңыздар, дәмді болып шығады. Достар, алдымен біз кремін жасап аламыз. Ол үшін біз сүтке дайын кремімізді қосамыз. Енді миксерлейміз. Бірінші ақырын араластырамыз, сосын жылдамдығын күшейтеміз. Үш 4 минут араластырдым, менің кремім дайын болды. Енді біз қойып шыққан печеньеміздің үстіне кремімізді жағамыз. Мінекей достар, мен соңғы қабатын қойып жатырмын. Менде 4 қабат шықты. Мінекей біз тортымызды жинап алдық. Енді біз оның бетіне әдемілік үшін жаңғақ себеміз. Енді біз оны кремі сіңгенге дейін холодильникке 4-5 сағатқа қойып қоямыз. Түнге қойсаңыздар тіпті жақсы. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын. Дәмі пломбир балмұздағынан аумайды. Өте жұмсақ, дәмді, ауызда ерейтіндей болып шықты. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Арнама жазылғаннан кейін колокольчик шығады. Соны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде мен әр видеомды бірінші және үзбей көретін боласыздар. Комментарияға мен не жасағанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын.